Қазақстан президентінің халыққа арнаған жолдауы Мәскеу қаласында да талқыланып, жоғарғы бағаға ие болып отыр. Қазақстанның Ресейдегі елшілігінде Нұрсұлтан Назарбаевтың баяндамасын талқылауға арналған үлкен жиын өтті. Мәскеуден Нұртас Солтанұлы хабарлайды. Елшілікке президент жолдауын көргісі келгендер ертемен жиылды. Студенттер мен докторанттар, дипломаттар мен ресейлік сарапшы ғалымдар. Бұлардың барлығы да мемлекет басшысының баяндамасын Қазақстан ұлттық телеарнасы арқылы тікелей эфирден тамашалады. Послание у меня оставило впечатление. Жолдауды тыңдаған кезде мен болашаққа сеніммен қарап отырған басшысының сөздерін естідім. Бір жағынан президент әлеуметтік төлемдер көбейеді десе, екінші жағынан қазір қиын кез екенін айтып, одан шығудың жолдарын ұсынды. Әсіресе әр адамды жұмыс істеуге шақырып, тек қана тұрмысы нашар, шын мұқтаж адамдарға ғана көмектесеміз дегенін мен толық қолдаймын. Тараптар жолдауды 2 сағат бойы талқылады. Жиналған қауымның әрқайсысы құжаттың басым бағыттарына тоқталып өз ойларын ортаға салды. Олардың айтуынша, биылғы жолдауда дағдарысты қиындықсыз еңсеруге көмектесетін нақты қадамдар бар. Жаңадан өндіріс ашу, өндіріс орнын ашу, жаңа товар шығару. Біз осы кризисқа жаңа төтеп бере алатындай жол, даңғыл жол осы болып тұр. Тұрақтылық қажет екенін, оқып, білім алып, болашаққа жету туралы өте жақсы нәрселер айтты. Қазір барынша еңбек етіп, бірігіп, алға ұмтылу керек. Бұл басқосу ертең болатын тұңғыш президент күнімен тұспа-тұс келгендіктен жиналған жұрт Қазақстан басшысының тәуелсіз елімізді дамытудағы рөліне де кеңірек тоқталды. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден.